Өт қуығы весика biliaris деп атаймыз. Сыйымдылығы 40-60 мл болып келетін қуысты мүше. Өт қуығы қайда орналасқан? Топографиясына келіп тоқталатын болсақ, өт қуығы бауырдың оң бойлық шүлгесінің алдыңғы жағында орналасады. Сөйтіп бауырға жанасы бекініп кетеді. Өт қуығының пішінін алмұрт тәріздес. Соған байланысты бұның түбі болады, денесі болады және мойны болады екен. Түбін фундус весика дейміз, денесін корпус весика дейміз, ал мойнын cervix весика деп атаймыз. Бұның негізгі қуысты мүше болғаннан кейін қабырғасы бізде 3 қабаттан тұрады. Ішкісі шырышты, ортаңғысы бұлшықетті. Сыртынан 3 бөлігі сірлі қабатпен қапталады, ал қалған бір бөлігі адвентициялық қабатпен қапталып, бауырменен бекітіледі. Өттің түбін біз бауырдың алдыңғы жиегінен анықтап көруге болады. Өттің шырышты қабаты түбі жағында сақина тәрізді қатпарлар түседі. Бұлшықетті қабаты ортасында ішкісі дөңгелек, сыртқысы бойлық болып орналасады. Сыртыңғы сірлі және адвентициялық қабаттан тұрады. Бұның шырышты қабатының шырыш асты негізінде көптеген жақсы жетілген қан тамырларды байқауға болады. Ол қан тамырлар бауырда түзіліп келген өттің ұзақ уақыт сақталатын болса, оны суды сіңіріп, өттің қоюлығына алып келеді. Яғни өт қабының қызметі не десе, бұл бауырда үзіксіз түзіліп отқан өтті сақтап, қажет болған жағдайда жиырып, айдап шығару қызметін атқарады. Өттің мойны, өт қапшығының мойнына бізде жалпы өт өзегімен жалғасады. Ол өт өзегін дуктус цистикус деп атаймыз. Бұл өт өзегі өз кезегінде бауырдан қақпасы арқылы шыққан бауыр өзектерімен қосылып, жалпы өт өзегін түседі. Ол өзек келіп ұйқы безінің түтігімен қосылып, 12 елшектің үлкен емізікшесіне ашылады.